Достар, сәлем. Ең көп қойылатын сұрақтардың бірі мынау кальций туралы айтып беріңізші деп атады. Бұл кальций аты кальций тиньши деп аталады, бірақ біз бұны мозговой кальций немесе кальций для улучшения мозговой деятельности деп атаймыз. Бұл негізі мидың жұмысын жақсартуға арналған кальций болып табылады. Бірақ осы продукциямен неше жыл жұмыс істейміз. Бұның беретін результаттары енді адам сенгісіз кейде сондай мықты результаттар береді. Бірінші обзор жасап кетейік. Осындай коробкада келеді. Коробканың ішінде мынандай мына пакетик, мен уже ашып қойдым. Мына пакетиктің ішінде мынандай кішкене ғана сары мынандай вещество болады. Бұл вещество мынау құрғақ болып тұру үшін влаганы, суды өзіне тартатын нәрсе. Бұны кейін тастай салсаңыздар болады мусорға. И ішінде мынандай екі блистер болады. Мынандай блистер 9-9-дан 18 капсула. Бұл мини-курс болып табылады. Осы бір кішкентай қорапшаның өзін ішкен адамдар уже бірінші результат ала бастайды. Бұл негізі, мен айтып кетейін, өзімнің жаңағы практикамда болған нәрсе. Осы мозговой кальцийді бізде бір апай деп қойым, жасы 80-нен асып кеткен апамыз, 4 инсульт алған апамыз, осының 12 қорабын ғана ішіп, уже аяғына тұрып, жүріп, вообще жүре алмайтын, қолы аяғын көтере алмайтын апа осымен тұрып кеткен. Біздің практикамызда ондай көп негізі результаттар. Көбінесе бұны жаңағы мидың жұмысын жақсарту үшін алады адамдар. Одан кейін басқа результаттарды көреді дағы, постоянный потребитель болып осы продукцияны алып отырады. Бала шағасына, шешесіне, атасына, апасына өздері. Мынау памяти жоқ адамдар бар ма? Портмонесін қайға тастап кеткенін білмейді, иненің қайға тастағанын білмейді, кейде ақшасын табамай үйдің бәрін іздеп, нені қайға қойғанын білмейді. Қазір адамдардың бәрі, практически 80-90%. Вот сонда адамдарға арналған мозговой кальций. Егер мысалға школьниктерді алатын болсақ, или студенттерді алатын болсақ, мынау мектепте дұрыс оқымайтын балалар, 3-ке оқитын балалар, 1/90-ның ішінде мынау мозговой кальцийді ішіп, 1/90-ның ішінде 5-ке шығып атқан балалар өте көп. Енді ол күлкілі нәрсе, көбісі күледі, даже соны айтсаң, даже мынау адамдар, осындай результат алған адамдар жұртқа айтса, жұрттар күледі. Енді адамдарға күлкілі нәрсе, ал бізге